Саламатсыздар ма 7 сынып оқушылары 5 есепті түсіндіретін боламын. Тапсырмасы өрнекті ықшамдаңдар. Оқушылар мұнда ең алдымен жақшаны ашып аламыз. 8-ден 5х-ның өзін жазамыз. Мұнда бізде жақшаның алдында минус таңбасы тұрғандықтан жақшаның ішінде өрнектер қарама қарсы таңбамен шығады. 4-ден 1х қосылған 12-ден 1y. Қосылған 3-ден 1y. Енді ұқсас мүшелерді қосамыз, яғни 8-ден 5-ке қосамыз 4-ден 1-ді. Ортақ бөлімі 8 болады. Мұнда 1 беріледі, мұнда 2 беріледі. Сонда көбейткен кезде 5, азайтамыз 2. Енді 12 мен 3-ның ортақ бөлімі 12 болады. Мұнда 1 беріледі, мұнда 4 беріледі. Көбейткен кезде 1 болады, қосамыз 4-ті. Сонда тең болады екен 8-ден 3y қосылған 12. 8-ден 3 x қой. Неді x? 12-ден 5y болады. Келесі екінші есепте де дәл сондай. Бірінші жақшаны ашамыз. 9,4y. 9,4y. Мұнда бізде жақшаның алдында плюс таңбасы болғандықтан сойге ашамыз. Плюс 2x минус 11,4-тен 1. Осыны оқушылар бірдесін жазасайықшы. Минус 11,1-ді 4-ке бөлеміз. 0,125. Сонда 11,125y болады. Минус 3,9-дан 5x. X-терді қосамыз, және y-терді бөлек жинақтаймыз. 9,4 y азайтылған 11,125y қосылған 2x минус 3,9-дан 5. Мұнда үлкен саннан кіші сан азайтылады, сонда минус 1,185y болады. Мұнда 3,2-нен 2,5 азайтылады, сонда минус 1,9-дан 5 болады. Осыны бұлай орнына ауыстырып жазайық. Минус 1,9-дан 5 x азайтылған 1,185y. Мұнда оқушылар аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырып жазайық. 2,6-дан 1, 6-дан 13y болады. Жақшаны ашамыз. Мұнда минус таңбасы болғандықтан қарама қарсы таңбамен шығарамыз. Мұнда 2,1-ді бөлеміз 5-ке 0,2, 2,2x болады. Сонда минус 7x, 2,2x, 4,8x болады. Мұнда қосылған 6-тан 13y қосамыз 4-тен 7-ні. Мұнда бұрыс бөлшекке айналдырамыз. Ортақ бөлімі келтіреміз. 6 мен 4-дің ортақ бөлімі 12 болады. Мұнда 2 беріледі, мұнда 3 беріледі. Сонда көбейткен кезде 26, қосамыз 21-ді. Мұнда минус 7-ның таңбасы мұнда беріледі. Мұнда қосқан кезде 47 болады. Сонда 26-ға қосамыз 21-ді, 47y болады. Сонда тең болады минус 4,8x қосылған 47-ның ішінде 12-ден 3 бар. Қалдық бізде 11 болады.
Сонда минус 4,8х қосылған 3,12-ден 11y болады екен. Енді келесі төртінші есеп 3,15х-ның өзін жазып аламыз. Мұнда қосу амалы болғандықтан жақшаны сойға ашамыз. Қосылған 6 мұнда бізде 1-ді бөлеміз 4-ке 0,125 6,125y минус 7х минус 7y. 3,15х азайтылған 7х минус 3,15х болады. Мұнда 6,125 минус 7 минус 0,125 болады. Мінекей осылай қалады, минус 3,15х азайтылған минус 0,125y. Оқушылар түсінбеген сұрақтарым болса, пікірге жазып қалдырсаңдар болады. Каналға жазылып, лайк басып, жеке өздерінің пікірлеріңді қалдыруды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.